Қайырлы таң, мырзалар мен ханымдар, менің оқырмандарым. Мен бүгін бұл эфирге шықтым. Әлемдік саяхаттау американдық компанияның құндылығын сіздермен бөліскім келді. Тақырып негізінен сол жайында болады. Бүгінгі эфирге шыққанда мақсатым, ойлаймын, сіздерге пайдалы болу. Бірінші Алланың қалауымен. Менің есімім Гүлден болады. Қазір енді уақыттарыңызды көп алмайын, қазір уақыт тапшы дегендей. Мен сіздерге айтам, адамның денсаулығының негізі жүйесі, жүйке жүйесі. Адамның жүйкесі тыныш болса, мына аурудың бәрі содан ғой, білесіздер, оны сіздер менен де жақсы білесіздер. Осы адамның жүйесін тыныштандыратын не зат деп мен өзіме көп сұрақтар қойғанмын. Не зат тыныштандырады екен деп. Бұлай жай айта кететін болсақ, бай адам болсын, орташа адам болсын, кедей адам болсын, оның несі айырмашылығы жоқ. Бір тыныш таппай, өзін қазақи түрде айтқанда, өзін қоярға жер таба алмай жүргенде, бұл жүйенің өзіне керек затын таппағаны, шаршаңқы, бірдеңенің жетіспеуі деген сияқты. Сол кезде мына жүйені тыныштандыратын бұл орта болады. Сосын сол именно сол ортадағы сіздің қарым-қатынасыңыз, шынайылық, даму, саяхаттау, ойыңды дамып отырып, ойыңды нақты жеткізе білу, ойыңдағынды әдемі көркем түрде жеткізе білу. Қандай жақсы сөз айтасыз, жаныңызға сондай жақсы жандарды, жақсы энергетиканы тартасыз. Осы мен айтқан несколько орта болсын, білім алу, даму, саяхаттау, қарым-қатынас, көңіл көтеру, керек уақытта, керек мезгілде өзіңе байланысты жауабыңды ала білу, соған жауап беретін сенің айналаңда қарым-қатынастағы адамдарының білікті, білімді, саналы болуы. Осының бәрі болса, сізде сенің мына жүйкеңіз тыныш күйде болады. Осы адамға керек затты Инкрус компаниясынан алуға болады. Мен бұған сізге 100% кепілдік берем деп айтқым келеді. Бұл жерде ең бірінші айта кететін, бұл жерде саяхаттау деген адамның жан дүниесін емдейді ғой, жан дүниесін емдейді. Отвлекаться етеді, басқа затты көреді. Мида, былай айтқанда, жылдам трансформация болады. Трансформацияның арқасында адам жетістікке жететіне өзінің ішкі сенімділігі артады, өзіне сенімді болады. Және бұнда саяхаттау клубында өзіңіз аңсағандай керекті білімдеріңіз, өзіңіз қабілет қасиеттеріңізді арта аласыз. Және кілең таза арман мақсаты қойылған жүйеге, алдарында мақсаттары бар бір жүйеге біріктірген жандардың ортасында боласыз. Бұл өте керемет, бұл деген таптыртпайтын мүмкіндік. Және де сіз қаржылай тәуелсіз болмайсыз. Және сіздер білесіздер, адамда рухани баю үшін, хал состояниеңізді алып ұстап отыру үшін, адамда өсу, баю үшін, білесіз бе, ішкі шығыс болу керек, іштен бере алатындай болуымыз керек. Бұлай басқа многогранный дейді, басқа жағынан қарайтын болсақ, бере алатындай болуымыз керек жан жаққа. Сол кезде біздер рухани бай аламыз да, сол бере алатын болса береміз да. Бізде не болу керек? Білім болу керек, әрине ақша болу керек.
табыс көзі болу керек, жақсы жаңағы жақсы қарым-қатынастар жандар болу керек. Сол кезде біз адами тұрғыда жаңа еркін өмір сүре аламыз. Осы мына біздің саяхаттау клубы Инкрус компаниясы қазіргі 21 ғасырға сай, заманауи ретінде келіп жетті. Бұл жерде енді бұл жерде не зат жоқ. Саяхаттау клубында не зат жоқ. Былай айтайық, не зат жоқ бұнда. Бұл жерде не бір таңертеңнен кешке шейін бір затқа байланып отыру жоқ. Өзіңіздің таңдауыңызбенен, өзіңіздің қалауыңызбенен, өзіңіздің белгілі бір уақытты қойып, соны әрекет жасап, табыс көзіне жетуге болады. Сосын мысалға кейбір адамдар ақшам жоқ дейді саяхаттауға. Шындығында адамдарда ақша жоқ емес, ниет жоқ. Ниет неге жоқ? Бойдағы қорқыныш, сенімсіздік, лафа жезінен айырып қалам деген қорқыныш. Көп айтқанда, орнынан тұрып, өзінің мүмкіндіктерін дамытпау, қозғалып кетсем, қорқыныштың арқасында адам қозғалмайды. Тәуекел етпеу, қазақи түрде айтқанда тәуекел етуден қорқу. Түсіндіңіз ба? Енді осы саяхаттау клубынан сіздер осының тіркеліп, әстеп бәрін табасыз. Ойыңызда сенімділік болады, еркіндік болады, білім болады. Жаңа айта кететіндей, білім болғанда қандай білім? Жоғарыдағы доллары миллионерлер, кауч-спикерлер, біздің осы саяхаттау клубының компаниясындағы, бұл тек қазақстандық емес. Бұл дегеніміз әлемдік. Қазір еш қиындық жоқ. На английском языке, итальянский болсын, американский, арабский, түркіский, өзбекский, түркменский, киргизский. Қазір прям синхронно перевод жасайды. Бәріміз өзі түсінеміз, дамып кеткен заман деп айтайық. Сондықтан еш өмірді вообще қиындатпаймыз. Алланың беріп тұрған нығметін, Алланың беріп тұрған мүмкіндігін аламызда жасаймыз. Бұрынғы біздің 5 жылдап, 7 жылдап оқыған сабақтарымыз, енді Алла шүкір жақсы фундамент бар, әдептілік, жаңағы білімнің арқасында жетіліп отырмыз. Енді ол мына 21 ғасырға келіңкіремей тұр. Себебі өзгерді ғой заман. Әуелде мал шаруашылығы жоқ деген сияқты. Қазір жасанды интеллект кетіп баратыр деген сияқты. Осы телефонның бетінде тұрып ақша табу кетті. Өсіп келатырмыз, өркениетіміз өсіп келатыр, дамып келе жатырмыз. Соған сай қазір осы мен айтар едім. Ақша табу, табыс табу, баю, миллиондап ақша табу осы саяхаттау клубы да бар. Осы мүмкіндік деп айтар едім. Және бұндағы қалай айтсақ, енді бұнда осы мына компанияның ішіндегі ең керемет құндылығын біліп, адамдарға жасасаңыз, сіз адал қызмет жасаған боласыз. Айтып жеткізсеңіз, оның қандай құндылықтары бар, қандай тиімді жолы бар, қалай экономить етуге болады ақшаңызды, уақытыңызды, және отбасыңыздағы ауызбіршілігіңізді қалай құрастыруға болады, және тиімді түрде, қолжетімді түрде қазіргі заманға сай сыйлық та жасауыңызға болады. Бір круизге сыйлық жасауыңызға болады, солай ғой. Бір туысқаныңызға үй алып беруіңізге болады. Біреудің оқуын төлеп тастауыңызға болады. Бұл да қайырымдылық, отбасыңызға, ұрпағыңызға қайырымдылық жасау. Осылай да жасап жатқан адамдардың арасындамыз деп айтайын. Енді былай айтқанда ештеңеден қорқудың керек жоқ. Адам жасағанды адам жасайды. Тек адам өзіне әстеп мақсат қойып, намерение дейді, мақсат қою керек. Мүмкіндікті пайдалануға, безрезультатный затқа энергия шашпай, осы жерден адал
жүректен жүрекке жеткізіп, ол біреу тыңдамайды, біреу тыңдайды деген емес. Бұл жерде ең негізгісі осы біздер осы пайдасын көріп отқасын, өзімді айтайын, осы нақты сіздерге жеткізіп, сіздер де осының дәмін татса екен, етсе, тамын татса екен деген намерением, көз қарас. Сіздің әрбір жасаған әрекетіңізге Аллах тағала берет берекетін. Қай жағынан болса, сауда жасаңыз, ол ешқандай маңызды емес. Сауда жасайсыз ба, мұғалім боласыз ба, доктор боласыз ба, өзіңіздің кәсібіңіздің нақты алып отқан табыс көзін көздеп отқан мамандығыңызды, мамандық қойынды бұл нақты жеткізе алатын болсаңыз, осыны керек етіп отқан жандарды сізге Аллах өзі әкеліп береді. Біреу ақшасын қайда жіберуге білмеді, біреу дамуға көп ақшасы жетпей отыр, біреу бала шағасына саяхатқа путевка алып бере алмай жатыр, бір эксклюзивный бір зат көрсеткісі келіп отыр дегенде ғой енді. Бұл жерде өте многогранный мүмкіндік көп, жан-жақты көп. Ол бірақ бұл не бірден бәріңізге лықытып келмейді әрине. Ол адамның өзінің о баста беріп қойған. Адам жоспармен жүреді ғой. Егер де сізде жоспар болмаса, мақсат арман болмаса, сізді біреу қолданып өзінің жоспарына пайдаланады. Ол әлемнің заңдылығы. Оны ешкім не придумал, мен де придумать еткен жоқпын. Ол сол заңдылық. Сіздер осы нені қатты біліп алсаңыз, сіз сразу айтасыз, мен нағып жүрмін, мен не істеп жүрмін, мен неге біреуге құл болып жүрмін, неге мен бүкіл энергиямды біреу үшін жұмсап, базардың біреудің саудасын жасап, дүкенші болып, өзімнің ішкі мүмкіндіктерім неге шығара алмай жүрмін деген сұрақтар туындайды. Неге деген. Мен айтпаймын сізді қазір бәрін тастаңыз да келіңіз деп. Жоқ. Сіздер оны жақсы әстеп әрекет жасап, күніге 2 сағат уақытыңызды бөліп, кабинетке кіріп, маған тіркеліп, миыңызды фокусты осылай қарата бұрып, оңтайлы жеңіл табыс табатын жағына қарата. Және бұның преимуществосы, егер сіз қандайда бір деңгейге шықсаңыз, енді Құдай сақтасын, үйден түсеңіз, үлкен адамда бақилық болып кетсе, по наследству беріледі, договорда оговорена, орысша айтқанда, сондай шарттар кабинетте қолдан қарастырылған. Тағы да қандай прямо нақты мүмкіншіліктерін айтайын. Былай айтқанда сіздер ойлайсыздар, қайда маған Америка, қайда маған Франция? Жоқ. Қайда емес, ол бар, бәріңізде бар. Сіздер соған әрекет жасауларыңыз керек. Бір рет осы саяхаттау клубына тіркеліп, бір рет елді көріп келсеңіз, сізде уже проблема жоқ. Проблема деньги зарабатывать, и самолетке билет алып поехать, и все. Мына жұмыс жасап атсаңыз, упаковать неңізді, қалай ана, отпускной, отпускыңызды, баланың оқуын, тағысын тағы, семейный, отбасылық саяхаттау, американская компания саяхаттау компания, ол отбасылық. Бір аккаунт бір отбасына жарайды. Сіздер 4-5 адамға дейін қонақ қалып бара аласыз, бір каютада. Енді жігіне келіп айтам, жайлап, просто мен глобальны былай жан-жақты нақты өзімнің оқырмандарыма нақты кішкене түсініктеме беріп жіберейін деп тұрмын. Тіркеліп жатқан жағдайда оны индивидуальный сұрақтарыңызды, әрбір сұрақтарыңызға мен жауап беруге дайынмын. Әрбір бұдан қалай шығам, мен былай етсем былай бола ма, кіммен қалай сөйлесем, кімдерді тіркейім деген сұрақтар туындайды. Это нормально, туындаған сіздің өзіңіздің құлшынышыңызды қуаттандырады. Ол туындау керек. Жайлап қарап, жауып тастап, оқып тыңдаудың керегі жоқ. Ол заман өтіп кетті. Көрдіңіз бе, менің айтып атқан затым біреу болмаса біреу іске барып жатса, сіздерден өтініш, құлақ салып тыңдаңыз. Сұрақтарыңызды қойыңыз. Тыңдап алғаннан кейін тіркеліп, осознанныймен миллиондап ақша табу командасына келіп қосылыңыз. Бірге жұмыс жасайық. Мен сондай осознанно бірге миллиондап ақша табысқа жетем деген жандарға мұқтажбын.
Түсіндіңіз ғой? Мен сондай адамдарды іздеп жүрмін. Себебі мен осы 5 жылдан бері елдерді көрдім. Уже ана в автомате мені сенімділік кірді. О баста мен кіргенде елді көрем деп кіргенмін. Енді Алланың қалауы болар. Мен енді мойымды ақша жаққа бұрдым. Мына немерелеріме мұра қалдырайын деп, мына жұрттың беріп жатқан зекетін берейін деп, мына тән ақымды берейін деп, молшылықта өмір сүруге, зәулім үй алуға, теңіздің жағасынан, керемет салоннан, айтады ғой, кожасы иіс шығып тұрған автокөлік алуға, тағысын тағы. Немерелерімді, мен бабушкамын, пенсиядағы, немерелерімді ел көруге, жер көруге, білімді, мықты білімдерді алып, ұрпағымның Қазақстанға келіп, үлесін қоссын деп, мендегі намерение сол. Жеткен жеріне шейін деп айтайын. Бәріңде де сондай болса екен деген тілектемін. Бәріңізде осындай бір шагым, әстеп, осындай неге мақсат арман қойсаңыз деймін. Және де мен енді айта кетейін, енді бұлай тәжірибем Алланың қалауымен жеткілікті, адамды жетелеуге көшбасшылық тәжірибе деп айтуға болады. Енді осы 25 жылдың аяғынан 26-ға шейін мен өзі мойындаймын, кабинетті ашып, жаңағы 5 бонусный балдардың қайсының қайдан келетінін үйреніп алдым. Осы уақытқа шейін мен оны кабинетті ашып, мен үшін наставниктерім жасады, үйдегі немерем жасады, там оплачивание, бронирование, сондай болды, мойындаймын. Енді қазіргі менің миссиям миллиондап ақша табу, немерелеріме мұра қалдыру, мүмкіндіктерді пайдалану. Түсініңіз бе? Пайдалану. Мен осы 2 жыл бойы мен психологиямен айналыстым. Мен психосоматик практикпін. Мышлениямен айналыстым. Қайткенде мен ақшаны тартам. Өзім массажистпін, 9 жылдық стажым бар. Оны мен мына 2 жылда кәдімгі, бұлай айтайын, енді Алланың қалауы болар, қабілет қасиеттер. Зуб сел деп орысша айтқанда, мен осыны өтіп кеткенмін. Енді мен мына эфирге шыққандағы менің мақсатым, айтады ғой, голодным быть, деньгам я голодный, себебі менің алдына қойып тұрған мақсаттарым бар. Күнделікті ішіп жеу, мелкий расходы, анау мынау, енді шүкір Аллаға, одан таршылық көрген жан емеспін. Аллаға шүкір, ондай болғанда, ол маған уже пройденный этап, өтіп кеткен этап. Енді я жаждуюсь, прямо сондай не, зарабатывать большие деньги, мүмкіндіктерді пайдаланып, сол өзімнің қалай айтсам, мына әлемде алыс берісте өмір сүру. Түсініңіз ғой, әлемдік тарсылу заңдылығымен қоса. Сіздерді соған шақырамын. Қандай да бір, енді бұлай айта кетейін, адамның шектеу адамда болмау керек. Біз барлық затты шектеп қоямыз. Миымыздағы стоп, тоқтанавис деген, сосын деген затпенен, сосын дейміз. Үйленем десе, приспичит, арамызда кредитке кіріп кетеміз, аламыз. Түсініңіз бе? Солай қонды. Құдай сақтасын. Ауырып қалдық па? Құдай сақтасын. Шауып барып кредит алып, жаңағы, Индияға 33 миллион или $1000 или, не знаю, сумма не имеет значения, бұл жерде подход, процесс. Соны біздер аламыз ғой. Это говорит о том, что мен сізді нетіп атқан жоғым. Адамның шектеуі безграничный, если фокусты қойды ма, ол алпауыт күш адамда. Ол күшті кім береді бізге? Аллах тағала береді. Қай уақытта береді Аллах тағала? Когда сізде намерение болады, сол кезде береді деп түсінсеңізде болады. Бұл өзіңізге жақсы. Әркім өз үшін өмір сүреді ғой, шыны керек енді былай айтқанда. Мен былай кішкене қатты айтып кетіп жатсам, эмоциям қосылып кетіп жатыр. Хотелось бы, что бәрде осындай мүмкіншіліктерді поймели. Әстеп, сразу аспаннан жоқ қой. Даже былай айтайын, элементарный просто сөздер былай айтайын. Біздер кардиологқа барғанда жүрегімізді былай
бүйтіп шығарып береді де норма деп жазып береді ғой. Соның мен сізге несін айтайын. Олай болмаса, былай бүйтіп жайлап, спокойно өмір сүреміз десеңіздер, ол өлген адамда сондай болады. Жүрегі тоқтап қалған адамда сондай болады. Сондықтан вверх-вниз, вверх-вниз, отдых вверх-вниз, падение, вверх, падение, падение, көтерілу түсу деген, ол өсу деген. Понимаете, ол өсу деген. Сондықтан осы енді сіздерді шақырам. Себебі неге шақырып отырмын? Бұл менің жобам емес. Бұл дайын зат, дайын, бұл дайын зат. Бұл дайын затты жасап шығару, біздің енді ала деп айтайын, біздің Қазақстанда дайын система, миллионға қол жетудің дайын системасы. Қазақстанда ондай программада ондай зат әлі келе қойған жоқ. Енді біздің болашақта балдарымыз әкелер. Енді ол үшін енді көп не біліп отырсыздар. Біздер енді бар затты дайынға миымызды хотя бы дайындап алайықшы, соған айтқанда дайындап алайықшы миымызды. Әстеп. Сіздер саяхаттау клубынан миллиондап ақша тауып, қосымша сіздерде бизнес ашуға мүмкіндіктер, возможностьтар шығып кетеді. Былай келіп тұрады өзіңізге, потому что жатып қалған нейрондарды каждый день, әр күн сайын сізде былай бір заттан түртіп, ана қабілет қасиеттеріңізді қазақи айтқанда оятады ол. Түсіндіңіз ба? Бұндай мүмкіндік енді просто білесіз ба? Әркім кауч, спикер, психолог, нумеролог, санолог, санайтындар көп қой енді. Оларда табыс тауып жатыр, жақсы, таргетолог, нормально ол, все. Оның бәрі платный ғой, төлейсіз оны. Енді оның энергиясына төлейсіз ғой. Содан бір кусок аласыз, өзіңізге өткізесіз тағы да. Мынада соның бәрі вместе взяты саяхаттау клубында $200 мен 95 франшизасын қосып, сатып алып, осының бәрін бір жүйеден дамуыңызға мүмкіндік. Түсіндіре алдым ба сіздерге? Сол мүмкіндікті алып қалыңызшы. Ол пандемияда болды, ничего страшно. Сол кезде мен де шетелге Европаға бұрын жасағанмын. Білмедік қой, енді қайтып берді, до копейки. Самолеттікі де ол кезде Самарадан болған, мен де билет Самарадан алғанбыз, через Самара. Қайтып келді, мен соның куәгерімін. Кеше тағы да кеше Құдай сақтасын, Дубайда болды ғой, ничего. Біздің адамдар Дубайда демалып жаттық. Қазақстан, Кыргызстан, Өзбекстан адамдарына отдықтың 3 күн бонус ретінде берді біздің посольство. Неге дейсіз ғой? Себебі біздің саяхаттау инкрuz компаниясының адамдары сол мемлекетке де пайдасын тегізіп отыр, жарнамалап. Өзіміздің Қазақстанға да налогын төлеп отыр. Бұл реальный бизнес, халяльный, заңды сондай зат, түсініңіз бе? Тағы қалайсам болады. Ол деген әлемде бола береді. Құдай сақтасын, енді біздің Қазақстанда Аллам сақтасын. Соғыста, ан жерде, мін жерде, оған біз кірмейміз, біз оның маман емеспіз. Өздер білет, өздер қоят, өздер нетет. Біздікі, біздің саяхаттау клубында біздің миссиямыз табыс көшіне жету. Жаңа бір ата тектен хотя бір адам шықса, миллионер болып, бәрін алып кетеді ғой. Біздің қазақтың ең керемет қасиеті, ол жаңаға қарып қалмайды. Болса, даже көрші көлем бізде бір зат бар ғой, көрші ақысы, тәңір ақысы деген. Ол баяғыдан келген қанымыздан, сүйектен бәрін өтіп кеткен. В теле написано, бізде ол, енді, даже бір не зат білемен, жусан бар ғой, тек Қазақстанда өсет. Ол жусанның қасиеті былай, айтады ғой там, паразит, как там, в общем, бірдеңелерді өлтіреді там, сондай деген. Бірақ, бұл бер жағы, әр жағында түпкі тамыры глубокий кеткен. Ол қанша дәуір, қанша не, ол Алланың жаратқаны бізге. Ол никто не может отнимать от нас. Понимаете? Сондықтан біздегі болса, біз миллионер болсақ, біз береміз. Потому что біздің көкірегіміз, неміз бәрі басқаша. Азиат, Кыргызстан, Өзбекстан, Қазақстан, олар енді бәрі азиат елдері. Қазір рынок пустой дейді.
мына американская компания ғой, основатель Майкл Хатчерсон. Ол сол зерттеп тастаған, шетел зерттеп тастайды ғой енді, сіз білесіз ғой енді, бізде енді зерттеп тастау дегенге енді мен өзімді айтам, зерттеп тастау бір рынокта деген ондай деңгейге мен жетпеппін. Біздің кезімізде сонда союздің не было возможности, или біз в одном құлдық санада в одном направлении жұмыс жасағандық олай, может быть, ол өтті кетті, оған не реагируем, жаңа сатыға секіреміз. Енді қазір кванттық скачок, оның бәрі жаңа қазақша айтқанда жаңа неге секіру, миыңды секірту. Оған әрекет жасағанда ғана секіресіз. Бір техниканы оқып алғанда секіре алмайсыз. Ол осындай бір жүйеге кіріп алып секіртесіз. Әстеп. Соны айтқым келген. Сол егерде енді былай айтқанда қалай айтсам болады, былай бізде былай айтсақ, енді мен осы Ағатоғлыны 2 жыл психосоматик психолог осыны оқыған кезде өзімнің түсінігімді айтып отырмын сіздерге. Бізге керек жоқ деп шектеу қоюдың түкке де керек жоқ. Қалай Алла сізді қалады, сіз осында Алланың қалауы болды, сіз келдіңіз, дальше дерзайте. Шектеп қойған жерде адамдар айтады, шаршадым, хватит, байдым, или тағы бірдеңе. Қалай, ол шаршадым деп айттыңыз ба, жатқыза қояды, айнам жата ғой дейді. Қақылдай берсеңіз, шаршадым, болдым деп. Жоқ, сіз болдыңыз ба, шаршадыңыз ба, ондай зат жоқ. Ана өзіміздің тұрақты мекенімізге барғанға шейін әрекет. Ол бұлай мені тоже оққанымнан айтам, ол аяттарда да нелерде де берілген, нақты мен оны сізге қазір не істегім келіп тұрған жоқ. Сол себептен мына мүмкіндікті алайықшы, немерелерімізге бұра қалдырайықшы, бала шағамызға, ұрпағымызға пайдалы болайықшы. Жастарға айтатыным, сіздер осыдан өзіңіз өніңіз, білімді, білікті саналы болыңызшы. Осы 20 жылдан кейін біздің Қазақстанды көркенетін, мәдениетін, может даже больше, может 10 жыл, білмеймін, үлесіңізді қосыңызшы, чтобы мы могли артымызға қарағанда осындай біздің ұрпағымыз бар деген мына рухымыздың көтеріліп, не словами әрекетімізге қарайтындай, енді былай айтқанда, бір іс бітіріп кеттік, деп баратындай болайықшы. Мен ойлаймын, енді осы менің берген ақпаратым сіздерге пайдалы болған шығар деп. Ал егерде қалай ақша табам, қалай ойыңызда осы берген ақпаратқа байланысты сұрақтар туындаған болса, жазыңыз. Мен айтуға ерінбеймін, айтам, көрсетем. Керегін аласыз, возражениеңіздің бәріне айтам. Түсініксіз болса тағы да айтам. Себебі мен бұл компанияның пайдасын көріп жатқан жанмын. Бұл менің міндетім. Өзімде көрген, жақсы естіген, білген, бойыма сіңірген білімдерімді қойд бұлай ма, психосоматика ма, инкрус компаниясы ма, бәрін беру менің міндетім. Ол Алланың алдындағы менің міндетім. Алланың разылығы үшін деп айтайын. Мен алыс берісте болуым керек. Сол кезде қана мен Алланың разылығын аламын. Түсінікті деп ойлаймын. Жастар қазір бұны жақсы біледі. Өте керемет жастар. Мен қатты мені қуантады жастар. Қазір мына ненің арқасында, мына телефонның арқасында вообще молодцы. Олардың қазір милары таза, свежий, сразу қағып алады да. Өте қуаныштымын. Рахмет, Алла разы болсын. Алтын уақыттарыңызды алып менің эфирімді тыңдап, қарап, до конца отырғандарыңыз үшін Аллахтың нұры жаусын. Бай болыңыз, бай қуатты болыңыз. Және оңтайлы, жеңіл жолын Аллах Тағала сіздерге нәсіп етсін дегім келеді. Рахмет.